Аккумуляторный монтажный пистолетті іс барысында тексеріп көретін боламыз. Негізінде документінде 5 мм темірді тесет деген, енді біз 2 мм темірді бетонға қатайтып көреміз. Қатайта аламын екен, әлде өтірік әңгіме ма? Давайте. Достар, бізге тестке 3 материалды алдық. Біріншісіне черепица материалдары, және де екіншісіне Knauf фирмасының қалың профильдерін алдық. Үшіншісіне 2 мм угольник лист. Бұл пистолет безопасностьке ойластырылған. Бірінші мына басын осылайынан қыспайынша ауада прямой осылайынан аталмайсыздар. Дайынбыз ба? Кеттік ал. Бисмиллах. Пороховый аппараттарды кейде дұрыс қолданбасаңыздар, порохтар өзіңізге қарай ұшып апасыны болуы мүмкін. Ал бұл аппараттарда ондай проблема болмайды. Бұлар порохпен емес, ішінде воздухпен атады. Достар, тесттеріміз ұнап жатса парақшаға жазылып, видеоға лайктарыңызды басып, қолдап отырыңыздар. Кеттік ал. Бізде 2 мм листі. Бұны тесе алам екен. Көрейік ал. Бисмиллах. 2 мм листіні кәдімгідей смело тесіп берді. Ё-моё. До конца сквозь өтпеді. Давайте үшінші рет көрейінші. Мен что-то қолымды жіберіп қойып жатқан сияқтымын. Мә, үшіншінде плотно кірді. Салмағы енді ер адамдар үшін жеңіл деп айтуға болады. Бір қолмен смело жұмыс жасай беруге болады. Ең кереметі жаңа айтқанымдай аккумулятормен жұмыс жасайды. Мына жағында неше түрлі размердегі оқтары бар. Оқтарын өздеріңіз сантиметрлеріне байланысты таңдап ала берулеріңізге болады. Достар, Alteka фирмасының монтажный пистолеттері бесщеточный, ең керемет жері. Және де металлды, ағашты, бетонды барлығын спокойно жұмыс жасай берулеріңізге болады. Жаңа металлический щитті стенаға атыратын болсаңыз да, төбеге жұмыс жасайтын болсаңыз да өте керемет. Уақытыңызды үнемдейді, жұмыстың сапасын жақсартады. Дәл осындай мощный пушканың бағасын біліп тапсырыс берген келсе, комментарийға пушка деп жаза кет.